Бүгінгі тақырыбымыз жалпы әскери қорғаныс жиынтығы арналу кию әдісі және шешу әдісі. Енді жалпы әскери қорғаныс жиынтығы қаяқтан пайда болды, қаяқтан шықты, шығу тарихын. Ежелден қарсыластар осы қай мемлекеттер бір-бірінің басқыншылық жасағанда неше түрлі іс-әрекеттер жасады. Ғылым мен технологиясы дами келе, қарудың да түр-түрлері пайдалануға кірісті. Негізінен қазіргі заманда үш топқа бөлінеміз. Көп мөлшерде адам шығынын келтіретін категория. Біріншісі қандай? Ядролық қару, екінші биологиялық қару, үшінші химиялық қару. Осы қарулар және біртіндеп тарихта пайда бола бастады. Ең алғашқы тарихта осы химиялық қару әскери қызметшілер жаппай улау Қытай елінде жазбасында қалған. Ол кезде қарапайым әкті өздері әскери сүйіп кетіп артынан қашып қарсылас қуып қоятқанда дорбадағы суларын қашып баратын әскерлер жерге төгіп кеткен. Содан әк буланып көтеріп ізінен келе жатқан қарсыластардың тыныс алу органдарына зақым келтіріп көздерін үдей ашып әлсір еткен. Сөйтіп қайтып келіп жаңа қашып баратқан жау қуып қоятқан қарсыласын жеңіп жеңіске жеткен. Осындай бұрынғы дәуірде жазбаларда кездеседі. Енді бері қарай келе технология дамыған әртүрлі қарулар пайда бола бастады. Көп мөлшерде адамдарды зақым береді. Мысалы, бірінші дүниежүзілік соғыста Бельгия түрінде иприт деген өзеннің қасында ең алғашқы тарихта химиялық қару қолданылған. Ол кезде неміс әскері Бельгия әскеріне қарсы химиялық снарядын арқылы көп мөлшерде көптеген әскер зақым шегіп қарсыласқа жеңуге тура келген. Енді содан кейін бермен қарай әскер дамып келе жатқан одан қалай қорғану әдістерін ойлай бастайды. Содан бері қарай келе ғалымдар жеке қорғаныс костюмын ойлап табады. Жеке қорғаныс костюмы негізінен ұзын плащтан тұрады. Осындай ашық көк түсті, іші ақ. Бұл енді түсіндіріп кетейік. Жалпы әскери қорғаныс жиынтығы деп есептеледі. Бұл екі шұлықтан тұрады. Противогаз, газ тұндырғы және плащтан тұрады. Енді плащтан арналуын айтып өтейік. Плащ өзі резинка матадан бөлек резинка матадан тұрады. Жасалған отқа төзімді, ыстықты жібермей, түрлі сәулелерден қорғайды. Енді қазіргі бізде қолданылып жатқан рентген сәулесі адамның иммунитетін әлсірету мақсатында. Солардан біраз қорғаныш болып есептеледі. Қорғаныш жиынтығы тұрады толығын екі жеңнен, костюм екі жеңнен, басында бір көмеден түрлі бас киім киген кезде өлшемдерге келтіруге арналған тақпалар, петля дейміз, түрлі бекітетін тақпа, бір көмеше сол нелерден мықтап қамту үшін осы плащта. Одан кейін екі шұлықтан тұрады, оң солға. Бұл екі шұлық үш бекітетін тақпасынан тұрады, сосын белдікке байлайтын бауынан тұрады. Одан бөлек шұлық, қолғап, резин қолғап мықты, сосын газ тұндырықтан тұрады. Жалпы әскери қорғаныс құрылымы негізінен шұлки, кабымен газ тұндырғы артында плащынан тұрады. Мен бастаған кезде киімді ең бірінші газ тұндырғықты киеміз. Ашасын газ тұндырғықты. Бас киімді алады, екі аяқтың ортасына қоясың, қысасын газ тұндырғықты шешесің. Al басқаны киіп киіп. Оның дәл шешкен болды.
4 саусақ ішіне қарай иектен бастап киіп аласың. Артында өзін салбырап жерге түседі. Содан кейін іс-әрекетің осыдан кейін бас киімді көреді. Бас киімге теріс қарап, неткен кезде басына киіндіруге болмауға тырысу керек. Бастап мені аламыз, шұлықты жерге түсіреміз бәрі. Жерге тастап жүреді. Ең бірінші жай жүреді. Қолғап киеді. Негізі жарыстан бөліп ең бірінші қолғап киіледі. Қолғапты мұқият жеңдерден толық жабылған қараймыз. Ішіне яғни уылыс шаңдар, тозаңдар ішке қарай кірмеу керек, флаштың ішіне барынша. Қолғапты негізі толық жеңді. Плащ киіп жоғары міне жамылғысын бүркемесін астына былай кетіріп алады. Содан кейін бар оң аяқтан қолды саусаққа іліп қоятын тартпалары бар. Яғни жұмыс істеп жатқан кезде қолғап шешіліп қалмау керек, зірезекі жеңі жылжып кетпеу. Содан кейін оң аяқтан бастап бірінші шұлықтан кие бастаймыз. Аяқ киім сыртынан, оң аяқтан. Аяқ киім киіліп, сол нықтап аяқ киім сұрғыр. Мына бірінші белбеуді бетікке алды. Тартпаны бетікке байлаймыз. Шешіп қалмайтындарды. Бұда да аяқтың ұқтап. Жеке әскери қорғаныс тобының плащ түрінде кигені. Мына қолды екі жаққа жіберсең, бұл залалсызған жерлерді жұмыста тазартуға сөйлер. Бұның шешу әдісі бар. Ең бірінші шешіп, қолғаптың тамақтан бастап үлгектер шешілер. Содан кейін басында петлялар, шеш аяқтағы шұлықтағы қолғаппен барынша денеңде ішкі киімдерге тигізбей тұрып секілдеп шешесің. Барынша қолғаптарды бір-бірінің жеңдегі тақ. Плашпен босатады, плашпен босатады. Ішінде қолғап қалып қоя берсін, шығып кетіп. Қолғап қалай берсін? Жеңінен ұстап. Мынада да жеңінен ұстап, мына қолмен жеңінен ұстап. Шешуге тырыс. Барынша денеңге тигізбей өткен сырты уланып тұрып, лақтыр иықтан. Тастап бір адым алған жолдайсың. Бұл қалу керек түс. Одан кейін икті сол қолды мына аяғымен бұлай алып шешіп бер. Мына аяғын тастап, жерге қойды. Мына саласың, шешіп бер. Қолын тигізбейсің, аяқтың ұшынымен. Барын өзінің өкшені табанмен тепіп шешіп. Бір атта отыр, таста отырасың. Мына саласы арман қарай көк ол. Бір адам салса шешесін аяқтың бір-бірін басып. Тастап бір адам арман қарай кетер. Өткен мына шаң тозаң түскен жерді баспауы керек, арман қарай. Екі бастарына бір-бірін шешу керек еді ол жаға. Арман қарай жеріп кете бересің. Сосын ішке барып, үстінде газ тұмыдықты бәрін шешіледі. Енді мына уланған заттар арнайы сұйықтармен тазартады, шаң тозаңдан, радиациядан сөйтіп обработкада өтіп, қайттан киюге болады. Енді арада бір айтатыны, жеке әскери қорғаныс тобына салмағы өзінің өлшеміне қарай 1,5, 2,2 болады. Сосын сырты
көк ішін немесе сұр болады, іші ақ болады. Неге қалай ойлайсың, неге ішін ақ қылған? Логикаға салып көресіз. Енді бұны қыстың күнінде пайдалануға болады. Қардың кезінде мынаны теріс қаратып жіберсек, мына ішінде түймелер, тартпалар бәрі 180 градус өзгереді, киюге келеді. Өйткені бүркеме есебінде, камуфляж есебінде қардың үстінде киюге болады. Қарсылас онша байқай бермейді цвета осындай. Кию нормативі. Жалпы жаңа біз киген плащ шешімінде кигенде 3 минут, комбинезон түрінде бар, ол 4 минут 35 секунд. Өте жақсы деген баға. Норматив кию. Плашты жинаватса әуелі тегістеп аламыз, жеңдерін қоямыз, ішке қарап тегістеп. Тегіс болсын, өткені шешкен кезде бір-біріне кедергі салмай қайтқан бірден шешілу керек. Одан кейін қайтадан тағы түйтіз. Нарадан мойын арқада жүргенде шағын болу мақсатында кішірейтеміз. Ортасынан бір түйтіз. Бұнда тегістер жүреміз. Сыртқы қабымен табамыз. Сосын нығыздап тұрып ораймыз. Нарада түймеше келгенше, одан қайттан кері қарай мықтап. Ішіне барынша шаң тозаң ауа бармайтындай қылып, мына сыртында қабымен ішіне қарай орап тұрып жабамыз. Осындай тобын болып шығу керек, мықтап. Қазақша шот, жинау бауларын бөлек аламыз. Бірге табандарды іздейміз, табандарын қосамыз. Қолғап противогаздың қасында болу керек, негізі ондай болмаған. Негізі жарыстарда чулкин ішіне қосып салынады. Бұнда нығыздап орайды. Осып болғаннан кейін тартпалармен орап, өзінің арнайы қабына оның үшін ішінде шаң тозаң кию үшін арнайы бекітіледі.